Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Салтанат. Бүгін біз қазіргі таңда хит болып жатқан, инстаграмда жарып жатқан пирогтардың бірі восточная картинка пирогын дайындайтын боламыз. Бұл пирогқа үйіңіздегі бар кураган түрін қоса берсеңіз болады. Тестасы өте жұмсақ, песочный болып піседі. Ең алдымен тестасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары май және де қант керек болады. Қанша мөлшерде керектігін мен астында описанияға жазып қалдыратын боламын. Екеуін сары май мен қантты жақсылап бір келкі болғанға дейін араластырып аламыз. Егер де мен ұсынған рецепт ұнайтын болса, видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріп, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Және де колокольчик кнопкасын басуды ұмытпаңыз. Себебі алда тек қана тексерілген оригинал рецептер шығатын болады. Сары майымыз бен қантымызды араластырып болғаннан кейін үстіне бір жұмыртқамызды жарып қосып жібереміз. Және де однородный масса болғанға дейін тағы да жақсылап араластырып аламыз. Сосын осы массамыздың үстіне ұнымызды електен өткізіп қосамыз, және де бір ас қасық ұн қопшытқыш салатын боламыз. Ұнымызды міндетті түрде ұн илегіштен өткізсеңіз, тестаңыз өте жұмсақ және де пышный болып пісетін болады. Ұнымызды қосып алғаннан кейін ең алдымен осындай шанышқының көмегімен, содан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамыр өте жұмсақ болады, тез жайылатын болады. Енді осы иленген дайын болған қамырды 10 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Кейін салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына менде орехи, өрік үлкен болғандықтан мен оны кубиктап турап тастадым. Финики және де мейіз. 10 минуттан кейін тестамызды холодильниктен шығарып, осындай формамызға салып, бір келкетіп жаятын боламыз. Ең алдымен қолымыздың көмегімен осылай жайып аламыз. Содан кейін асты тегіс стаканыңыз болса, сол стаканның көмегімен жайсаңыз болады. Өте тегіс бір келкі болып шығады. Осылай стаканмен басып жайсаңыз бір келкі болып шығады. Содан кейін жанындағы бортиктерді пышақтың көмегімен түзулеп аламыз. Артық жерін кесіп тастаймыз. Енді ішіне салмамызды саламыз. Мен ең алдымен мейізді салдым ең астына. Мейізді өз қалауыңызша, өз қалаған көлеміңізге сала берсеңіз болады. Біреу мейізді ұнатпайды, біреу ұнатады. Үйде, например, мен мейізді ұнатпағандықтан көп қосқаным жоқ. Мейізіміздің үстінен орехимізді саламыз. Орехиміз тоже үлкен болғандықтан мен осылай езіп алдым біршама. Егер сіздердің үйлеріңізде греческий орех болатын болса, бұл пирогқа негізі греческий орех жақсы үйлеседі. Менде греческий орех болмағандықтан осындай орех қостым. Содан кейін үстіне жаңағы финикиімізді тоже косточкасын алып тастап, ішіндегі турап үстіне финикиімізді саламыз. Содан кейін ең үстіне жаңағы туралған өрігімізді салатын боламыз. Бұл пирог негізі басқа пирогтарға қарағанда өте тәтті болып шығады. Если сіз тым қатты тәттіні ұнатпайтын болсаңыз, жақсысы бұл пирогты дайындамағаныңыз дұрыс. Себебі бұл пирог өте тәтті шығады. Тестасы да тәтті, ішінде курагалардың бәрінде тәтті. Және де ең бетіне осылай бір банка сгущенканы қосып жібереміз. Сгущенка да тәтті болғандықтан бұл пирог в основном тәтті болып шығады.
осылай бір банка сгущенканы полный құйып жібереміз. Егер сіздің сгущенкаңыз сұйық болатын болса, қазір кескен кезде ағып кетуі мүмкін. Сондықтан сгущенканың жақсы сапалысын таңдағандарыңыз дұрыс. Осылай дайын болған пирогымызды 20-25 минутқа духовкаға салып аламыз. Енді әркімнің духовкасы әртүрлі болғандықтан өздеріңіз қарайтын боласыздар. Жан-жағы тестаның жан-жағы қызара бастағаннан уже шығарып алсаңыздар болады. Мен 180 градуста 22 минут пісірдім. 22 минуттан кейін толықтай суығанын күттім. Толықтай суығаннан кейін осылай кесіп көрдім. Сгущенкам ақпай, қатқан, бәрі нормально. Ұсына беруге болады. Сіздер де мен ұсынған рецепт бойынша жасап көріңіздер. Отбасы мүшелеріңізді қуантыңыздар. Ас болсын, тек жақсылықта жолыққанша. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.